Жақсы болдыр, құттықтаймын сіздерді. Мына 3-4 балаңар бар екен, уже 7 болыпсыңар, жоғайыпсыңар, көбейіпсіңар, десолты болғыла, мынадан көбейе бергіле. Мына президентіміздің атынан сізге 500 000 сом, бұл сізге, балаға бермеңіз. Сізге болса, мына гектен өчірдіксіз 3 комнаталы квартира. Жалауатта. İşinizde olsun, desalt olsun, жақсы жүріңіздер. Рахмат. İşinizге келіп болсын. Жақсы, балдарды жақсылап чоңойты берген, қызым? Қанша ұл, қанша қыз болды? 3 ұл, 4 қыз болды. Мына қызым, кәл, мына, о, қыздар, мына қызым. Бұл сыға машина, мына қызым. Саға машина, мына. Атын кеме? Мұхаммед? Молодец. Қолды берші? Жақшылап, молодец. Жақсы жүргені, десі олық ба? Жақсы жүргені. Шеңел келікті болсын. Алдай жақшылап баға бергіле, Құдай бұйырса, бәрі жақсы болады. 2 ұл, 1 қыз 8 мартта төрелді. Үй шартым, шу өзім 2 әкем бар. Ошы әкелерім салып берген үйде жашайым. Апаммен жашайым. Негіз аз 7 балам болды. 3 ұл, 4 қыз. Генерал Қамшыбек Қыдыршаевичке чоң разышылығын білдірем. Үй білеміз атынан президенті Садыр Жапаровқа шундай шарттарды қылып берді. Аябай қуаныштабыз. Бұл үй бүлө өздөрүнүн жеке турак жайы жок болгондугуна байланыштуу ата-энесинин үйүндө көпчүлүк болуп жашап келгенин айтат. Үй сатып алууга мүмкүнчүлүгү жок болгондуктан Камчыбек Ташиевке кайрылган жана кыска убакытта кайрылуусу кабыл алынган. Учурда Ахметовдордун жалпы 7 баласы бар. 3 эмдин 2-сү уул, 1 кыз.